Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Алтын жүлде құтты болсын. Ардақты ағайын, міне қасында біздің бауырымыз, батырымыз мына Бишкек қаласында өтіп жатқан күрес түрлерінен Азия чемпионатындағы бізде алтын грек-рим күресінде қошеметпен қарсы алыңыздар. Алматбек, Аманбек бауырымыз құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Мына осы Азия чемпионатына қандай дайындық болды, қандай кемшіліктер болды, қандай қиыншылықтар болды, осын қысқа-нұсқа айтып берсең. Біз Азия чемпионатына 4 этаптан тұратын жалпы 4 сбор өттік. Шет елге де шықтық, Хорватия елінде сол жақта болды. Соңғы подводка Алексеевкада, Алматыда өтті. Дайындық жақсы, өте жақсы деңгейде, жоғары деңгейде дайындалып келдік. Бәрі жақсы, ойдағыдай келдік. Мына ақтық белдесуде Иранмен шыны керек біз қобалжыдық сәл. Ойладық қиын болады деп тұр мысалы. Бірақ Құдайға шүкір, Аллаға сансыз шүкір, жеңіл өте және партерде өзің аудырдың. Осы жекпе-жек туралы қысқа-нұсқа айтып берсең. Біздің жоспары негізінде басқаша болған. Негізінде 6 минут бойы тактикалық қуалау болды. Өзіміз соперник шаршату болды, былайша айтқанда. Бірақ Аллаға шүкір, ол қателік жасады, қателік жерін ұстап қалдық. Солай. Иран деп бұл не істейтін емес, енді шүкір, қазақтарды мақтайды. Мүмкін осы біреулерге ризашылығың, рахмет айтқың келе ме? Иә, мен жалпы жеңісімді достарыма арнағым келеді, қасымда спортта жүргенді қолдау білдіріп, қасымнан қалмай, сен қолыңнан келеді деп сеніп, барлығында тактика жағынан да соперниктерді қарап, барлығы айтып отыр дейді, WhatsApp-та сөйлесіп отырдық, қолдау білдіріп отыр. Сол кісілерге алғысым шексіз бірінші. Ағайларымыз енді әрине ол кісілер бірінші тұрады ғой бәрібір де. Отбасым жанкүйер болып отқан, дұға тілеп, әке-шешем батасын берді. Алхамдулилlah, қабыл болды. Сол кісілерге алғысым шексіз, рахмет. Қазақ еліне мен өте қатты қуандым, бізге мынау сектордан орын алып, билет алып, ағаларымыз қазақ жанкүйерлері келіп, қолдап, тумен, айқай, машалла, керемет болды өте. Жақсы сезім. Енді алдағы жоспарың қандай? Алда Олимпиада бар, Азия ойындары бар. Азия ойындарынан біздер салмақ келмейді, олимпийский күрес емес. Әлем чемпионатына дайындаламыз. Уақытты түрде, иншалла. Жақсы, биіктен көрінеміз деген ниеттеміз, иншалла, қайталаймыз. Бәрекелді, тағы да шын жүректен құттықтаймыз, саған сәттілік тілейміз. Әлем чемпионаты, олимпиадалардың жүлдесіне ие бол деп тілектесіп құтты болсын. Жақсы.